Коронавирусқа қарсы екпе алу әрбір адамның өзіндік таңдауы. Бүгінгі күні халыққа қызмет көрсету орталығына вакцина салдырамын деп келгендер саны аз емес. Солтүстік қазақстандықтардың айтуынша жаппай вакцинациялау адамзатты індеттен аман қалуға өз септігін тигізбек. Чтобы не болели. Ауырмау үшін вакцинаны салдыру қажет деген ойдамын. Бүгінгі Спутник V вакцинасының екінші компонентін салдырмақшымын. По своему желанию. Вакцина салдырады ма жоқ па адамның өз еркі. Ешкімді қинап жатқан жоқ. Өз басым қоямын деген шешімге келдім. Ничего не почувствовал. Екпенің бірінші компонентін қойғаннан соң ештеңе сезген жоқпын, ауырған жоқпын. Адамдардың ағзасы әртүрлі ғой. Бүгін міне екіншісін салдыруға келіп отырмын. Қалалық халыққа қызмет көрсету орталығының егу пунктісіне кез келген адам келіп вакцина қоя алады. Мамандардың айтуынша бүгінгі күні бұл жерде вакцинаның тек бір түрі қалған. Бұл Спутник V вакцинасы. Я считаю, конечно. Қазіргі жағдайға байланысты вакцинациялау міндетті түрде керек деп санаймын. Біздің медициналық ұжым ақпан айында вакцинацияланды. Қазіргі таңда егу пунктінде тек Спутник V вакцинасы қалды. Бірақ жалпы Казвак, Хаятвак және Коронавак вакциналары да болған. Енді бірінші компонентті егуді қалайтындар үшін тек Спутник V ғана қалды. Ал екінші компонент салдыратындар үшін вакцинаның барлық түрі бар. Вакцина алам деп ниет білдіргендер үшін халыққа қызмет көрсету орталығында орналасқан егу пунктісі жұмыс күндері таңғы сағат 9-дан кешкі 5:30-ға дейін жұмыс атқарады. Ал демалыс күндері орталық жұмыс істемегендіктен егу пунктісі де жұмыс атқармайды. Айта кетсек, бүгінгі күні тұрғындар орталыққа тек ашық қосымшасы арқылы ғана кіргізіледі. Дана Калиева, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.